бәрі Әміржанға дауыс берді енді. Және ең қызығы, Әміржанды сынап жүрген адамдардың бәрі ол кем дегенде 60-70% алды дейді, ең қызығы. Өздері сынайды. Өздері, сосын мен айтамын, кешіріңіздер, мүмкін Әміржан емес, сайлау комиссиясы кінәлі шығар. Оның алған 60%-ын жеп қойған. Ойланайықшы деген мәселе. Сондықтан бұл мәселе менің ойымша қазір қаңтар қырғынынан кейін халықтың көзі жеткен болу керек та. Сол уақытта мүмкін Әміржанның көтермегені де дұрыс шығар деп ойлаймын. Иә, аға, былайда мынау тобыр белгілі бір қазір Тоқаевты кінәламайды. Кезінде Назарбаев тек қана мынау әлі жететін, өсек айтатын Дос Көшім, Әміржан, сол ананы да билікті қолдайтындар, Әбіләзовты немесе мені тағы біреуді жамандайды да, өзі Қазақстанда отырып алып, қазіргі билікке сын айтуға қорқады, өйткені сотталады. Өйткені тоталитарный режим. Мысалы, мен қазіргі депутаттарға таң қаламын да, қазір мынау Ринат Зайытов, Абзал Құспан, мынау ескі Қазақстан, ескі қақсай береді. Мынау қазіргі қателіктерді айтпайды. Және ең масқарасы, аға, мен ойлаймын, қазір мынау парламентке осындай қазақ тілді Абзал Құспан, Бапи, Ринат тағы Исаларды кіргізіп, солар парламентте отырғанда максималды түрде халыққа қарсы заңдарды қабылдап жатыр да. Ресейге атом электростанция, жылу станцияны, мынау Қазақ Атомпром жерлерін Ресейге сатып, Қазмұнайгазының 51%-ін Татнефтке сатып, максималды түрде ертең осы ал міне сендердің адамдарың болды. Ал қарсы ешкім парламентте айтқан жоқ. Сендер не қалайсыңдар? Сондай біріне қалыптасады. Аға, енді тағы мынау қазіргі Айдос Садықовты атып кеткенге бір комментарий берсеңіз, Киевтегі. Оған енді біз политонда арнайы соның несіне түстік, хабарына түстік та. Қазіргі кездерде менің ойымша екі-ақ мәселе анық. Бірінші мәселе ол тапсырыспен өлтірілді. Заказ. Бұл анық қазіргі кезде. Екінші мәселе, кез келген қылмыс болған уақытта бірінші сұрақ болады. Бұл кімге тиімді? Айдостың өлімі кімге тиімді? Біздің билікке тиімді. Біздің билікке тиімді де. Енді ол арқылы біздің билік өлтірді, әйтпесе біреу соған не дейді жаңағы тапсырма беріп, бұйрық берді деп айту әрине ете. Оны менің ойымша қазір енді соның қылмыскердің біреуі өзі берілді ғой келіп Қазақстанның полициясына. Демек, бұның аяқ жағынан осының бәрі ашылама деген ойым бар да менің. Және негізінен қай жерде қылмыс болса, сол жерде тергеу болады. Қазір Украинаның полициясы тергеп жатыр. Олар келіп бізден қылмыскердің бәрінен жауап алады, міндетті түрде.